бір жағы кезінде әлем чемпионы болып, ешкімнен де жеңіліп көрмеген Айсмен деген бокс патшасы болса, оның қарсыласы осыған дейін 59 жекпе-жек өткізіп, бір рет жеңіліп көрмеген 10 жылдық түрме өмірінде талай чемпиондардың сазайын беріп, мұрнын бет қылған Монро деген мына адам болып, екеуінің жарысы түрмеде өткізілгенімен, сырттағы миллиондаған көрермендердің бүкіл ақпарат құралдарының ең қызу тақырыбына айналған жарыс еді. Фильм ұнаса ақша жүк беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Жарыс басталып, бүкіл түрмеде қылмыскерлер айналаны қоршап, бағалаушы ретінде штаттық спорт төрағаларда ұсыныс етіліп, төреші екі жақ таныстырған соң жарыс басталды деп айтып қалғанда, екеуі ресми түрде айқастарын бастап, екеуі де бір-бірінің қаншалық мықты екенін білетіндіктен алғаш аралық сақтап, онша күш салмай, орай күтіп, бірақ секундтар сырғыған сайын екеуі де бір-біріне әлсін-әлі шабуыл жасап, қарсы жағының қарымтасын сынап, онша күш салмағанмен, бір кезде Айсмен ырықты түрде шабуылға өтіп, бірнеше соққысы Монроға дәл тиіп, тіпті бір жұдырық ауыр тигендіктен Монро жығылып тағылады. Ол үшін де бұдан Айсменнің тіпті де күші тасып, Монро менің теңім емес екен деп ойлап, аралықтағы үзілісте біраз есін жиып күш алып алған Монро еш тайсалмастан қайта шығып, екінші кездесу басталғанымен Айсмен тіпті де құтырына шабуылға өтіп, Монро оған қол қайтара алмай талай жығылып, талай орнынан тұрып, сонда да есе бергісі келмей, егерек екеуі 6-7 рет кездесіп, уақыт ұзарған сайын Айсменнің күші әлсіреп, Монродан ғажап сол жақ хуга. Айсмен кері шегініп жатыр. Әлсіреп қалғандай. Монро оны торға қадап алып, күрделі комбинациямен шабуыл жасап жатыр. Монро шабуылдап жатыр. Ол әлсіреп қалды. Сол жақтан, оң жақтан. Оны көріп тұрсыздар ма? Кезекті соққы Айсменді құлатты. Айсмен құлады. Өзінің бүкіл мансабында алғаш рет құлады. Айсмен құлады. Бұл адам сенгісіз. Айсмен құлады. Айсмен орнынан тұрды. Жан-жағына қарап, не болған түсінбей тұрған секілді. Айсмен есінен адасқан секілді. Оны көздерінен көріп тұрмын. Оларды кім тоқтата алады? Мен оларға аз ақша қоймадым. Боксшыны тыныштандырыңыз. Әрекет тыныштандырыңыздар. Монроның жекпе-жек бағытына ауыстырған анық. Джордж Айсмен Чемберстің ойында дәл қазір не болып жатқанын ешкім біле алмайды. Дегенмен бір нәрсе анық. Бұл жекпе-жекті өмір бойы есте сақтайтын болады. Бүкіл әлем тек осыны сөз ететін болады. Егер осы жекпе-жекті түрмеде боларын білсе, мұрнына қылмыс жасар еді. Бүгін сенің күн, бұл сенің үйің. Берілме. Артынан қалма. Қаттырақ ұр. 10 секунд. Боксшылар рингке шықсын. Қане, сенің қолыңнан келеді. Қаттырақ ұр. Қане, Монро, қане. Бұл Айсменнің бүкіл мансабындағы ең ауыр кезең болмақ. Ол күшті өзіне алу үшін барын салуға тура келеді. Ол оралды. Жоқ, Монро. Сол жақтан. Қане. Сол жақтан, оң жақтан. Монро оны оң жағынан соқты. Сол жағынан, тағы да оң жағынан. Айсмен қорғануға мәжбүр болып жатыр. Жарайсың, ұстауын жіберме. Монро оны сол жағынан ұрып жатыр. Олар бет-бет келіп соққының артынан соққы жіберіп жатыр. Ешкім артқа қайтар емес. Бұл соғыс. Міне саған жекпе-жек. Қане! Соққы, Монро шабуылға шықты. Оң жақтан соққы. Сол жақтан ішіне қарай, тағы да оң жақтан. Сол жақтан, оң жақтан. Және басына соққы. Монро оған басы мен жанынан соққылар беріп жатыр. Не десеңіздер де Джордж Айсмен Чемберс ұтылатынына сенімдімін. Жекпе-жек аяқталды. Монро жеңді. Жекпе-жек аяқталды. Иә, Монро жеңді. Ал мен мол ақшаға кенелдім. Осылайдан ақыры Монро шыдамдылығының арқасында Айсменді жеңіп, 60 реткі жеңісін қолға келтіріп, ақбасшал уәдесі бойынша Монроға тиісті ақшасын берсе, ал Айсмен жеңілгенмен уәде бойынша мерзімінен бұрын түрмеден шығып, спорт өмірін қайта жалғастырып, өзі жоқта орнына шығып алған әлем чемпионымен жекпе-жек өткізіп, оны оп-оңай жеңіп, тағы бір мәрте әлем чемпионы болғанмен, бірақ ақпарат құралдарының алдында түрмедегі кезінде Монродан жеңілгені мүлдем мойындамай қояды.